Окуучу отырған біреусі ұстаз дептір. Құрмандықта бірінші емнені сойсон болады деп. Сұрайсыңар ба? Ұстаз айттыр, балам, бірінші ғибат ушақты құрмандық қыл дептір. Нені? Ғибат қылба біреуді. Біреуді ушақта ошаны құрмандық қыл дептір. Анан міне қылайын десе, екінші құрмандығын көр албастықты қызғануды құрмандық қыл дептір. Үшінші емне құрмандық қылайын десе, жаман сайтқа кіргеніңді тоқтат. Ошонды құрмандық қыл. Үшінші емне құрмандық қылайын. Чочун беген аялдарға қарағаныңды құрмандық қыл. Төртінші жаман достарға жанашуды құрмандық қыл. Төртінші жаман қылық жорығыңды жалғыз қалған кезде жасай тұрған жаман қылық жорығыңды құрмандық қыл. Бешіншісі аялыңа, бала чағаңа қылған зұлымыңды құрмандық қыл. Қошнанын ақын жегенді құрмандық қыл. Қиянат қылып біреудің тиын тыпырын жегенді құрмандық қыл. Таразыны алдағаныңды, товарыңды алдап сатқаныңды құрмандық қыл. Егер жоғарыдағы нәрселерді қылбасаң, бұқа соясын бұ, тө соясын бұ, қошқор құрмандық қыласың, бекер бар. Бірінші емнен құрмандық қылады екенбіз. Құрметті мұсылман бір туған, жамандан алыс боламыз. Жақшыға жанашабыз, жаманнан адашабыз. Жаман қылық жорықтарымызды құрмандық қыламыз. Ғибаттарды, ушақтарды. Жалғыз қалған кезде баяғы кешкі жаман сыр адатың бар ғой, адатыңды құрмандық қыл. Жаман достарды құрмандық қыл. Картежнигіңді құрмандық қыл. Құмарбаз. Оқуучу